Ассалаумағалейкум, құрметті қымбаттылар. Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Егер сіз жазылған болсаңыз, онда біз бастадық. Зейнеткерлерден ақша алған алаяқ ұсталды. Астананың жедел уәкілдері интернет алаяқтардың нұсқауы бойынша жұмыс істеген курьерді тәулік ішінде анықтап ұстады, деп хабарлайды бақ.кз полиция КЦ-ге сілтеме жасап. 85 жастағы қария полицияға арызданып, белгісіз жігітке 1.600.000 теңге бергенін айтқан. Зейнеткердің айтуынша, оған бір ер адам қоңырау шалып, өзін құқық қорғау органдарының қызметкері ретінде таныстырған. Содан кейін ол әйелдің немересі жол-көлік оқиғасына себепші болғанын айтып, жағдайды реттеу үшін ақша талап еткен. Күдікті құрықталды. Тергеу барысында оның телеграм қосымшасында хабарландыру көріп, сол арқылы курьер болып жұмысқа тұрғанын анықтадық. Ол интернет алаяқтарға алданған зейнеткерлерден ақша әкетіп отырған. Қолма-қол ақшаның белгілі бір бөлігі өзіне қалдырылып, қалған бөлігін банк деректемелері арқылы шетелге жіберген. Қазіргі уақытта ұсталған жігіт уақытша ұстау изоляторында, деді Астана қаласы ПД Алматы ауданы ПБ аға жедел уәкілі Алтынхан Мұхитдинов. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.